Біздерде енді ауылдық жерлерде ауыл шаруашылығымен жермен айналысамыз ғой. Біз сол кезде поляда жаңағы шабықта болған тұғынбыз. Сол шабықтан кешке қарай қайтып келе жатқан кезімізде бізде арық бар тұғын, Өзбекстаннан келетін. Сол арықтың төбесінде келе жатсақ, адам көп екен. Ағамыз тоқтап, сол арықтың басына барып, жаңағы не болып жатыр, не жағдай дегендей барсақ, ағып атқан су ағыс, кері қарап ағып, уже канал толып атқан екен. Сол нағашымыздың үйіне барып, сол жерде бір күн паналап, ештеңе алмай шыққанбыз. До того киім де алмай шыққанбыз. Ертең азында уже біз келеміз қайтадан деп ойлағанбыз. Оншалықты көп су келеді деп ойламадық. Кешегі күн бүгінгі тарих дейді. Осы орайда былтыр өздеріңізге белгілі Мақтаарал ауданында қатты су тасқыны болып, біраз біздің бауырларымыз, қандастарымыз үйсіз, күйсіз, малсыз істеп жатқан кәсібінен айырылды. Осы жағдайды көрген біздің Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының бас құрылтайшысы әрі демеушісі Болат Назарбаев ағамыз Мақтаарал ауданындағы судан зардап шеккен адамдарға 20 үй салып берді, ұйғарды. Ал енді бір жылдан кейін сол жаңа үйдің жаңа тұрғындары қалай екен деген мақсатта біз хал ахуалын біліп қайтып отырмыз. Құдайға шүкір, ол кісілерде дән риза болып, қыстан аман есен шыққан екен. Біз енді бір жыл алдын жаңағы айтыр ауылымыз су басқан кезде жаңағы Мақтаарал мектепте тұрдық. Мысалы, как раз мына пандемияның ең қызған шағы, бізде карантин қатаң кезі ғой. Сол жерде енді өмір сүру өте қиын болды. Барлығымыз бір жерде жаттық. Бүкіл ауыл, 3 ауыл барған, 4 ауыл барған ғой башта. Сол жерде араласып тұрып жаттық. Қиын кезді бастан кешірдік. Сонымен сол бір айға жақын уақыт өткен кезде бізге мынау жаңа үй салынып берілетін туралы хабар келді, қуанышты жаңалық. Бізге енді сол қазанның 20-сы күні осы үй беріледі, мынау облыстан, республикадан басшылар келіп, кілттерді берді. Келген кезде сол бізге айтты, осындай Салиқалы ұрпақ қоры сіздерге салып беріп жатыр мына үйді. Жалпы қуандық, әрине. Басымызда айтыр, баспанасы ғаннан кейін мынандай жақсы, барлық жағдай жасалған үйді сыйға тартты бізге, салып берді. Рахметімізді айтамыз. Жылы баспана қыста ешқандай сезілмеді. Beş ay, 6 aydan beri şu öydə turamız. Gaz var, svet var, bari жағдайы yaxşı. Rahmet, halka da rahmet. İlahim, Kazakistanımız tinç olsun. Özbek, Tacik demedi. Bangladeş. Şunca kuvvançlıyım ki şu öylerini bergenge. Oyunu bergince işenmedim. Rahmet, ailene, sizlerge de rahmet. Hiç kamçılığı yok. Bari var. Issiq su, soğuk su, tuvalet, hamma, banalar, hammasi şariatı yaxshi aylanay. Rahmat, hammalarga rahmat. Үш елді мекен поселоктың жанынан 70 гектарға біз 500 үй салу керек болды. Соның ең бірінші болып осы Қор Салиқалы ұрпақ келіп 20 үй саламыз деп, соны 3-4 айда бітіріп, сол халыққа табыстады. Салиқалы ұрпақ 20 тонна азық-түлікпен келді. Ең бірінші болып Алматы облысынан. Оған біз алғысымызды айтамыз. Кейінгі осы Салиқалы ұрпақтың тағы айтатын халық
мынау эвакуациялық жайғасқан кезде балдардың бәрін сауықтыру лагерьге 20-дан астам балдарды барып жатқызып, сол жерде көңіл күйін көтеріп, киім кешек алып бермей алды. Апат болғанына 1 жыл болайын деп жатыр. Соған сәйкес біз енді қорытындыға келгенде, мынау жаңа микрорайонда 498 үй бәрі бітіп, қазіргі 1-2 айда балабақша 280 орынға. Бірінші қыркүйекке дейін 1200 мектеп бәрі бітіп, ана жерде детский площадкалар жасап, қазір халықтың бәрі ырза болып рахмет айтып жатыр. Толық біз Құдайға шүкір. 18 миллион қазақ халқына елдің алдында тұрып мен басым дейіп рахметімді айтамын. Үй салып береміз, Құдай қаласа, жаңа өмір сүресіңдер, мына стрессті, мына ойлардың барын шығарып тастаңдар, бәрі жақсы болады деп бізге айтты. Бірақ ондай ойламаған едік, мынандай дүние болады, мынандай үй береді деп, енді түсімізде де жоқ еді ол нәрсе. Мына Құдайға шүкір, мына барлық жағдай бар, мына огородтар, мына бәрі, мысал, жақсы топырақтан келген, мына қолымыздан келгенше, мысал, егін егіп, мына осындай помидор, мына бір нелер, көгерткілер егіп, алып кеп жатырмыз енді Құдайға шүкір. Алдыңғы баспанамыз бізде ауылда. Бұрынғы совхоз кездегі садиктің 2 бөлмесінде тұратынбыз. Бұндай үй аламыз деген ойымызда болған жоқ. Мына осындай баспана бергенінде қуанышымызда шек жоқ болды. Әсіресе балдарымыз деген қуанып, осы салихалы ұрпаққа алғыс айтамыз. Биыл Құдайға шүкір, әркім өзінің үйінде жаңа қоныста, мысалы. Өміріміз жақсы жағына қарап өзгерді биыл, Құдайға шүкір.